Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымымыз түсіңізде кілем көрсеңіз, оны қалай жоруға болады. Кілемнің көрінісі, күн көрістің кеңеюі, жабық есіктің ашылуының жағдайдың өзгеруін, жақсы жағдайдың қиындықтар мен қиындықтардың жоюын білдіреді. Набулийский кілемдерін көру күн көрістің қарапайымдылығының биіктен сән салтанатқа ұқсайды және оған кім отырса, ол патшалық беделге даңққа қол жеткізеді. Ал кімде-кім өз үйінде кілем көрсе, бұл адамдардың мұң-мұқтажының орындалғанын және мұқтаждарға есігінің ашылғанын білдіреді. Ал кілемнің ұзындығы ұзақ өмір сүреді деген сөз. Кілем қауіпсіздікті, амандықты және жаулардың қорғануын білдіреді. Ал кілемде отырғанын көру жайлылық пен сенімділікті білдіреді. Ал егер ол өзінің таныс біреу үшін кілемде отырғанын көрсе, онда ол шынымен серіктестікке немесе сапарға аттанады. Оған пайда келетін жұмыс болып саналады. Кілемнің көрінісі уайым мен азаптың жойылуын, жағдайдың жақсаруын, дағдарыстың, қайғы мен қасіреттің жойылуын білдіреді. Ал кілемді жайып көру мақсаттарға жету мен тілектердің жинаудағы жеңілдік пен жылдамдықты білдіреді. Ал егер кілем жаңа болса, онда бұл оның өміріндегі жаңа кезең. Онда ол көптеген үміттер мен тілектерді қабылдайды. Түсіңізде жыртылған кілемді көрсеңіз, бұл оның жолында тұрған кедергілер мен отбасындағы қиындықтарды білдіреді. Ал бүктелген кілемді көру оның армандары мен мақсаттарына жетуіне кедергі келтіретін шаршау мен ауруды білдіреді. Ал егер кілем сиқырлы болса, бұл жақын екені білдіреді. Тұрмысқа шыққан әйел түсінде кілем көруі оның қазіргі жағдайы, зейнетін, отбасылық өмірін көрсетеді. Ал егер кілемде жақсы тігілген болса, бұл оның күйеуінің жанындағы жағдайы және тұрмыс жағдайының тұрақтылығын көрсетеді. Ал егер оның кілемде отырғанын көрсе, бұл оның мәртебесінің жоғары екендігін және күйеуінің жүрегінде жақсылығын көрсетеді. Жүкті әйел түсінде кілем көрсе, бақыт және жақсы өмір сүруді, күнкөрістің кеңеюін және оның істердегі керемет түрде жеңілдетуді білдіреді. Ал кім жақсы кілемді көрсе, бұл оның толық жүктілігі және жағдайындағы жайлылығын, жоспарланған мақсаттарға қол жеткізуін және мақсаттарын қиыншылықтар мен дағдарыстан шығуды білдіреді. Егер кілем жаңа болса, онда бұл оның өмірінің әл-ауқаты мен тұрақтылығын, жайлылық пен тыныштық сезімін білдіреді.